Сіздермен құрметті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ең қиын және жауапты жұмысы өнімді жинау болып табылады. Ауа райы ерекшеліктеріне байланысты егінді жинауға өте аз уақыт берілгендіктен бұл жауапкершілік бірнеше есе артады. Ауыл шаруашылығы дақылдары өнімінің қалыптасуы 2021 жылы ауаның жоғары температуралары мен жауын-шашынның жеткіліксіздігі сияқты құрғақшылық климаттың өте күрделі жағдайларында өтті. Осыған байланысты егін жинау жұмыстарының стратегия мен тактикасын анықтағанда келесі ерекшеліктерге назар аудару қажет. Тамыздың бірінші декадасында егістіктердің негізгі бөлігі сүттене балауыздана пісудің басында болды. Қазіргі кезде 20 мамырдан кейінгі себілген егістіктер балауыздана толық пісудің басы фазасында тұр. Топырақтың метрлік қабатындағы өнімді ылғалдың қоры тұрақты сол ылғалдылығына жақын болып отыр. Масақ дәнінің толысу кезеңінде ылғалдың жетіспеушілігі астықтың өнімділігіне және оның натуралық массасына теріс әсер етеді. Бұл жалпы өнімділіктің төмендеуіне әкеледі. Егін жинау ауыл шаруашылық дақылдары өсіруде маусымдық далалық жұмыстардың соңғы кезеңі және нақты егіншілік жүйесінде бұл кезеңнің маңызы зор. Дақылдардың пісуін, егін жинауының дайындығын, олардың біркелкілігін бағалау, егін жинау мерзімдерін дәлдеу, нақты егіншілік жүйесінде қолданылатын спутниктік немесе авиациялық қашықтықтан бақылау шаралары мүмкіндік береді. Бұл бақылауларда белсенді биомассаның қалыпқа келтірілген салыстырмалы индексінің NDVI сандық көрсеткіші қолданылады. Өнімділік картасы түрінде ұсынылған танаптың әр телімінде өнімділік көрсеткіштері нақты егіншілікте негіздерінің бірі болып табылады. Және нақты егіншілік технологиясын қолдану кезінде ұтымды және дұрыс шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді. Сондықтан өнімділікті картаға түсіру нақты егіншілік жүйесінің қажетті және маңызды бөлігі болып табылады. Өнімділікті картаға түсіру жүйесі басқаша айтқанда өнімділікті бақылау жүйесі. Егінді жинайтын техникаға орнатылатын және оның деректерін спутниктік координаттар жүйесімен байланыстыра отырып, егістіктің әрбір телімінде жиналған дақылдың өнімінің мөлшерін анықтауға мүмкіндік беретін аппараттық бағдарламалық кешен болып табылады. Осы жүйелерді пайдалану нәтижесінде белгілі бір танап көлемінде өнімділік деңгейінің әртектілігін анықтауға мүмкіндік беретін астық өнімділігінің мен ылғалдылығының картограммалары жасалады. Өнімділік бақылау жүйесі мынандай функционалдық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. Нақты уақытта өнімділік пен оның ылғалдылығының деректерін алу, егін жинау кезінде әртүрлі сұрыптардың өнімділігін және олардың ылғалдылығы бойынша деректерді картаға түсіру және салыстыру, жиналған және жүк көліктеріне тиелген астық мөлшерінің түрінде егін жинау жұмыстарын бақылау. Сондықтан шаруашылықта егін жинау жұмыстарын бастамас бұрын осы жүйелермен жабдықталған комбайндардағы өнімділікті картаға түсіру жүйелерінің жай күйін тексеру, пайдаланылатын датчиктерді калибрлеу, шарттарды жаңарту қажет. Ағымдағы жылы облыс шеңберінде өнімділік бойынша дәнді дақылдар егістіктерінің жоғары өзгергіштігі байқалды. Болжам бойынша кәдімгі қара топырақ аймағында жаздық бидайдың өнімділігі 8-13 центнер гектар құрайды. Оңтүстік қара топырақтарда 7-11 центнер және қара қоңыр топырақтарда 6-10 центнер құрайды. Жаздық арпаның өнімділігі жаздық бидайдан 8-12%-ға жоғары болады деп күтілуде. Өңірдің көптеген шаруашылықтарында астық өнімділігі 6-дан 10 центнерға дейін өзгереді деп күтуге болады. Облыс бойынша жалпы зығыр және дәнді бұршақ дақылдарының орташа өнімін алу үшін жақсы алғы шарттар қалыптасты. Ал вегетациялық кезеңнің күрделі метеорологиялық жағдайларына байланысты рапс пен күнбағыстың төмен өнімділігі күтіледі. Қолайлы ауа райы жағдайында астықтың сапалы дәннің толысу және уақытылы жинау кезінде облыс бойынша әлеуетті өнімділігі алдын ала 8-11 центнер гектарына бағаланады. Жинау тәсілін таңдау ауа райы жағдайларына, егістіктің жағдайына, дақылдардың түрі мен сортына, механизация жадағаттардың болуына байланысты таңдалады. Облыстың барлық аудандарындағы егін бітіктігінің жағдайы негізінен комбайн мен тікелей жинау тәсілін қолдануды қажет етеді. Алайда, арамшөптермен қатты ластанған егістіктерде және кеш жебу мерзімдерінде
себілген егістерде бөліктеп жинау тәсілін немесе десиканттарды қолдану өзекті болып табылады. Тікелей жинау тәсілі арамшөптерден таза, дәндері біркелкі піскен, өздігінен дәндердің шашылуына айтарлықтай төзімді егістіктерде қолданылады. Сондай-ақ тікелей жинау тәсілімен биіктігі аласа және егіс жиілігі сирек, шабан өркенсіз жаздық дәнді дақылдар егістігі жиналуға тиіс. Бөліктеп жинау тәсілі біркелкі піспеген арамшөптермен ластанған егістіктерді жинауда қолданылады. Бұл тәсіл жинау жұмыстарын ерте бастап, ерте аяқтауға мүмкіндік береді. Әсіресе комбайндары жеткіліксіз шаруашылықтар үшін маңызды болып табылады. Сондай-ақ бөліктеп жинау тәсілі шашылуға бейім, біркелкі піспеген сорттарды жинауда қолданылады. Бөліктеп жинау тәсілінің дәннің сорттарды жинауда қолданылады. Бөліктеп жинау тәсілінің дәннің балауыздана пісу кезеңіне бастайды. Егістіктерді десиканттармен өңдеу өнімнің пісуін жеделдетеді. Соның арқасында жинау жұмыстарын ерте бастауға мүмкіндік туады. Десикациядан кейінгі егістіктерді барлық өсімдіктер, сондай-ақ арамшөптер де құрғап, жинау жұмыстары жеңілдейді. Егістер арамшөптерден қосымша тазаланады. Кептіруге кететін шығындар азаяды. Тұқымдық егістіктерді оңтайлы уақытта және бөліктеп жинау керек. Егер сорт әртүрлі репродукциямен себілген болса, онда жинау жоғарылардан басталады. Содан кейін төменгілерге түседі. Жоғары сапалы күшті бидай дайындау мәселелерінде күш жігердің үнемі шоғырлануы туралы ұмытпау керек. Егер астық жинау әдісінің астық сапасына әсерін салыстыратын болсақ, онда барлығы дерлік ауа райына байланысты. Егер астық жинау технологиясында ауытқулар байқалса, әртүрлі алқаптардан және тіпті бір алқапты бөліктерден астық партиялардың араласпауы үшін барлық шараларды қабылдау керек. Астық партияларын бөлік жиналған астықты тікелей комбайнмен жиналған астықпен таза және ластанған танаптардың немесе тана бөліктерінің астығымен араластыруға болмайды. Кеш пісетін, әсіресе кеш себілген егістіктердің ерте күздік босқалаудан астық сапасы күрт нашарлайды. Мұндай дақылдарда оларды десикациялау керек. Астықты сақтау және сапасын арттыру жағдайлары. Ерекше ескерілетін белгілері бар астық аязға төзімді, фузариозды, бақашық қандаламен, кенелермен зақымданған, өзіне тән емес иісі бар, өсіп шыққан дәндері бар, сондай-ақ зиянды және ажыратылуы қиын қоспалармен, құрамында пестицидтер мен рұқсат етілген нормаларынан артық болса, бөлек орналастырылады және өңделеді. Өздігінен қызған астық партиясын сау астықпен біріктіруге болмайды. Астық ашық қырмандарда ұзақ уақыт жатса, әсіресе ауа райының қолайсыз жағдайларында сапа көрсеткіштері өзгеруі мүмкін. Бұл жағдайда астық сапасын бақылау үшін тексеру жүргізген жөн. Дәнді бұршақ дақылдары өнеркәсіп масштабта өсіру егін жинаудың екі нұсқасы, бөліктеп және тікелей жинау үйлесімін қарастырады. Ас бұршақ тікелей жинау әдісі жинау кезінде шиеленісті азайтуға және осы кезеңде жиі кездесетін қолайсыз ауа райының әсерін бейтараптандыруға мүмкіндік береді. Комбайн жұмысының өнімділігі 1,5-2 есе артады. Ас бұршақтың ылғалдылығы 18-21% болғанда тікелей жинауды, сонымен қатар 16% ылғалдылыққа дейін жинап алу үлгеру керек. Ылғалды астықты жинау және кептіру дұрыс. Егін жинау ас бұршақ толық піскен кезде басталуы қажет. Яғни жапырақтары сары, бұршақтары қоңыр және механикалық әсермен жарылып кететіндей, тұқымдар қатты және қысымнан жаншылмауы керек. Бір фазалы егін жинауды қолданудың міндетті шарттары бұл егістік бетінің жақсы тегістігі және арамшөптермен таза ас бұршақ танабы болып табылады. Бөліктеп жинау өсімдіктің жоғарғы жағындағы сабақтар мен жапырақтардың жартысынан көбі сарғайған, ортасында тұқымының балауыздана пісіп, жапырақтары бұршақтары кеуіп, тұқымдар қатайған жағдайда жүзеге асырылады. Тұқым біркелкі піспеген жылдары бөліктеп жинау ұсынылады. Дегенмен жинаудың бұл әдісі тек құрғақ және жылы ауа райы қанағаттарлық нәтиже береді. Бірақ бұл жағдайда да егіннің едәуір жоғалуы шабылған массаның желмен қозғалуына байланысты болуы мүмкін. Майлы дақыл рапсты жинау кезіндегі қиындықтарға біркелкі піспеуі,
бұршақ қаптарының жарылуға бейімділігі және мөлшерінің аздығымен анықталады. Тұқым жинайтын комбайндар мұқият қымтануы керек. Рапс тікелей және бөлек түрде жиналады. Тұқымдық ылғалдылығы 30-40% болғанда бөліктеп жинау қолданылады. Тікелей жинау толық техникалық піскен кезде жүргізіледі. Күнбағыс дақылын күнбағыс жинау қондырғыларын комбайндармен бір фазалы әдіспен жинайды. Тұқымдар 15-20% ылғалдылыққа жеткенде бастыру басталады. Одан әрі кептіру кезінде тұқымдарды тазарту күшейеді. Ал барабан жылдамдығын 300 айналым минутына дейін төмендету керек. Тұқымның ылғалдылығы 10-12% немесе одан аз болса, жылдамдықты 250-280 дейін төмендету керек. Майлы зығыр біркелкі піспейтін дақыл болғандықтан, оны жинау еңбек сыйымдылығымен жүргізу жағдайы бойынша ең қиын кезең. Тұқымдары толық пісіп жетілгенімен, сабағының ылғалдылығы 40%-нан құрауы мүмкін. Сондықтан комбайнның айналмалы бөліктерінде ылғал сабақтарының оралып қалуы салдарынан тікелей жинау қиын. Майлы зығыр дақылы көбінесе бөлік жинайды. Бөлік жинау кезінде тұқым мен сабағындағы ылғалды жоғалуы тамырға піскеннен гөрі қарқынды болады. 75% қораптар массивінде піскен кезде дестеге шабу басталады. Осы кезеңде тұқымның ылғалдығы 20-25%, қораптар 40-45%, сабақтар 60%-дан асады. Зығырды шабу масақта дақылдарға қарағанда қиынырақ, сондықтан дестелегіштердің кесу аппаратына жоғары талаптар қойылады. Сабақтарды кесу үшін пышақтар тегіс сегменттер қойылады. Орамдарды жинау және бастыру оларға құрғаған кезде және тұқымның ылғалдылығы 12% дейін төмендеген кезде уақытылы басталуы керек. Зығырды жинау рапсқа қарағанда күннің ең ыстық сағаттарында қораптар жақсы бастырылған кезде жүзеге асырылады. Жармалық дақылдар біркелкі піспейді. Бөліктеп жинау әдісі тікелей жинауға қарағанда тарының биологиясына көбірек сәйкес келеді және астықтың ықтимал төгілуі салдарынан болатын шығындарға жол бермейді. Кейбір жағдайларда егін сабағының биіктігі 40-45 см болғанда, сондай-ақ астықтың 50-60% толық піскен кезде тікелей жинау қолданылуы мүмкін. Тарыны шабуды сепсебастардың жоғарғы бөлігіндегі астық балаузана піскенде жүргізеді. Орамдарды кептіргеннен кейін 4-7 күннен кейін дәннің ылғалдығы 16-17% болған кезде жинағыштары бар комбайндармен бастыруды бастау қажет. Астық шығынын азайту үшін комбайндар мұқият саңылаулардан бітеледі. Бастыру кезеңіндегі барабан айналымының оңтайлы саны 750-950 болып табылады. Қарақұмықты жинау уақыты егіннің саны мен сапасына үлкен әсер етеді. Ұзақ жауын-шашын мен ауа райының қолайсыздығынан өсімдіктердің қатты сирек немесе бойы қысқа, аяздың зақымдалу және қар астында қалу қаупі болған жағдайда тікелей бір фазалы жинауға болады. Дегенмен өнімділікті дәнді дақылдарды өңдеуге арналған шикізаттың сапасын егін егудің және астықтың коммерциялық көрсеткіштері бойынша ең жақсы нәтиже бөліктеп жинау әдісін қолданғанда алынады. Қарақұмықты дестеге шабу дәндерінің 65-75% қызарған кезде, таңертең немесе кешкі уақытта ауа ылғалдылығы жоғарылаған кезде жүргізіледі. Қарақұмық дәні шабылған өсімдіктерде жақсы піседі және тұқым сапасы нашарламайды. Қазіргі уақытта облыс аймақтарында сүрі жердегі топырақтың ластануын азайту үшін 2 немесе одан да көп механикалық өңдеу жүргізілген. Бірақ қазіргі метеорологиялық жағдайда бұл жеткіліксіз. Егістік алқапты дайындау сапасын жақсарту үшін оны тамыз және қыркүйек айларында өңдеу қажет. Құрметті диқандар, өнімді жинау ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің соңғы кезеңі екенін ұмытпауымыз керек. Бұл кезеңде атқарылатын жұмыстар уақытылы, ысырапсыз және астықтың сапасын қамтамасыз ету керек. Біздің ортақ міндетіміз лайықты өнім алу және еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Назарларыңызға рахмет. Ағымдағы жылы жақсы өнім алуларыңызға тілектеспін.